Каспий жұма бүкіл халықтық тиімді зат сатып алу мерекесі ертең басталып, 3 күнге 8, 9 және 10 қарашаға дейін созылады. Бұл оқиғаны сатып алушылар ғана емес, сатушылар да асыға күтуде. Үлкен сатылым алдындағы дайындық туралы әріптесім Әсем Леспек айтсын. Каспий жұмаға қатысатын қазақстандық өндірушілердің саны жыл сайын артып келеді. Каспий жұма басталған кезінде бізде көптеген өтінім саны көбейеді. Яғни жалпы күндері 40-50 өтінім түседі. Каспий жұма басталған кезде 70 өнімге, күніне 70 өнімге дейін өсе береді. Сондықтан шағын орта бизнеске көптеген пайдасы тиеді. Біз өзіміз жергілікті өндірістік компания болғасын, бізге ұлғаюға, кеңеюге үлкен мүмкіншілік береді. Сондықтан біз әрқашан Каспий жұмаға дайынбыз және ашықпыз. Осы өндірісте енді 3-4 жылдай болып қалды. Аяқ киім өндірудеміз. Каспий жұмаға қатысқанымызға 2-ші жыл болды. Бүкіл облыстардан түседі. Батыс Қазақстаннан шығысқа дейін, оңтүстіктен солтүстікке дейін бүкіл жерден алады. Өте көп пайдасын тигізіп жатыр кәсіпкерлерге. Каспий жұма кезінде тауарларға ғана емес, қазақстандық компаниялардың қызметтеріне де сұраныс артады. Мысалы, бағдарламалау бойынша білім беру курсын тиімді алуға болады. Біз нарықта 2013 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмыз. Біз IT курстарын сатамыз, яғни біз осы IT курстар арқылы адамдарға осы IT мамандықтарды үйретеміз. Біз тұрақты түрде Каспий жұмаға 2022 жылдан бастап қатысып келе жатырмыз. Ол Каспий жұманың біздің компанияға берер үлесі көп. Каспий жұма болған айларда біздің сату көлемі ұлғаяды, себебі адамдарға, яғни клиенттерге ыңғайлы төлеу болып табылады. Сол арқылы, яғни клиенттерге де ыңғайлы, біздің де бизнесіміз дамиды. Электронды саудамен қатар жеткізу қызметтері де дамуда. Каспий жұма біз үшін ерекше күндердің бірі. Тапсырыстардың саны 2 есе көбейіп, жоспар бойынша алдын ала дайындалып, қызметкерлердің көліктердің санын көбейтіп, қосымша қойма бөлмелерді дайындап, жылдам жұмыс жасауға барымызды саламыз. Бұл мүмкіндіктердің барлығы Каспий кезеттің үлкен еңбегі мен инвестициясының нәтижесі. Жақында Михаил Ламтадзе форумда осы туралы айтып өтті. Технологии, которые мы разрабатываем, и сервисы. Мынадай мүмкіндіктер мен технологияларды жасамасақ, жағдай қалай боларын елестетіп көріңіз. Бұл үлкен инвестиция. Қызметтерді әзірлеу, дизайн және қолдауға біз жыл сайын шамамен 200 миллион ақш долларын жұмсаймыз. Біз бұл қызметтерді серіктестерімізге ұсынамыз. Біздің маркетплейс болмаса, тек шетелдік платформалар мен сатушылар басымдық алып, ал қазақстандық шағын және орта бизнес олармен бәсекелесе алмас еді. Каспийдің барлық қызметтерінде біздің қазақстандық команда жасаған. Все технологии. Біз жасаған технологиялар, өнімдер мен қызметтер барлығы Қазақстанда, қазақстандық команда Каспийде істейтін адамдар жасаған. Біз осында 24 сағат бойы отырып, осындай керемет қызметтерді жасау үшін жұмыс істейміз. Каспий кезет тәжірибесін бірнеше жылдан бері Гарвардта зерттеп келеді. Бұл инновациялардың адамдарға, бизнеске және ел экономикасына пайда әкелетінінің нағыз үлгісі.